Сәлем достар, бүгін сіздермен орыс тілінде акцентсіз қалай сөйлеуге болады және де бойыңыздағы қорқыныштан қалай арылуға болады, сол туралы сөйлесетін боламыз. Сонымен кеттік. Бүгін мен ешқандай жаңалық ашайын деп отырған жоқпын. Акцентсіз сөйлеп үйрену үшін сізге азғантай ғана еңбек ету керек. Ол үшін ең бірінші сіз кітап көп оқуыңыз керек. Жай ғана кітап оқып қоймай, кітапты дауыстап оқуыңыз қажет. Дауысыңызды мысалға диктофонға жазып, одан кейін тыңдасаңыз болады. Диктофонды тыңдау арқылы сіз қай әріпте, қандай сөзде сізде акцент бар екенін, қай бағытта жұмыс істеуіңіз керек екені сол кезде түсінікті болады. Екінші бұл әндер. Әрине, әндерді жаттамасаңыз да былай бірге айтып текстқа қарап үйренуіңіз қажет. Сіз әнді айтқан кезде, мынау ритмға түскен кезде өзіңізді еркін сезінесіз. Күнделікті жаңағы айта бергенде акцент ақырын-ақырын жоғалады. Сіз өйткені тыңдау арқылы соны қайталайсыз. Үшінші бұл жаңылтпаштарды жаттау керек. Жаңылтпаштарды жаттаңыз, не болмаса қарап оқуыңыз қажет. Негізінде жаңылтпаштарды жаттағаныңыз дұрыс. Сөздік қорыңызды көбейтеді және де акценттен арылуға көмектеседі. Мен сіздерге осы видеоның астына бірнеше жаңылтпаштарды жазып кететін боламын. Өздеріңізге көшіріп жазып алсаңыздар болады. Сонымен, төртінші бұл TikTok. Өзіңізге пайдалы жағынан қолдансаңыз болады. Қандай? Мысалға бізде қазір трендте суфлер болып өзіңізді байқап көріңіз деген видеолар өте көп. Әртүрлі тексттармен басқалардың қалай оқып жатқанын, именно сол носительдардың, орыстардың қалай оқып жатқанын, дикцияны қалай, қай жерде интонациясы қалай барлығын тыңдау арқылы сіз өзіңізді түсіріп көрсеңіз болады. Акценттен құтылуыңызға көмектеседі. Бесінші бұл Инстаграмда сторис түсіріңіз. Орыс тілінде өзіңіз білетін сөздермен сторис түсіріп үйреніңіз. Сол арқылы сізде жаңағындай еркіндік пайда болады. Еркін сөйлей аласыз, ойыңызды нақтырақ жинақы жеткізуіңізге көмектеседі. Нақты орыс тілінде жаңағы үйреніп жатқан тіліңізде сторис түсірген дұрыс. Таңертеңнен кешке дейін. Одан кейін артынан өзіңіз тыңдаңыз, қай жерде ойыңызды жеткізе алмай қалдыңыз, нақты қай жерге келген кезде, кухняда бірдеңе айтып жатып ойыңызды жеткізе алмай қалдыңыз ба, не болмаса бір теманы айтып жатқан кезде ойыңызды жеткізе алмай қалдыңыз ба, сол бағытта жұмыс істеуге сізге өте көп көмектеседі. Тек қана акцент қана емес, бұл жерде сөздік қорыңыз көбейеді және де тілді ары қарай дамытып өзіңіз үйренуіңізге өте көп көмегі бар. Міндетті түрде байқап көріңіздер. Сіз сөйлеп үйрену үшін, еркін сөйлеп үйрену үшін, сіз өз-өзіңізбен жұмыс жасауыңыз керек. Жаңағы TikTok'ты түсіріңіз, сторис түсіріңіз, жаңылтпаш жаттаңыз, кітап оқыңыз, дауыстап оқыңыз, оны диктофонға жазыңыз, артынан тыңдаңыз. Міне барлығы жиналып келген кезде сізді акценттен құтылуға көмектеседі, сізге одан кейін сөздік қорыңыз көбейеді және де басқа адамдармен сөйлесуге келген кезде өзіңіздің қорқынышыңызды жеңесіз. Екінші бізде тақырып бүгінгі қорқынышты жеңу. Барлығы бір-бірімен тікелей байланысты. Қорқынышты жеңуге келетін болса, маған бір жақында комментарий болды. Орыс тілінде жаңағы көшеде сөйлеуге ұяламын, қалай сөйлеп бастаса болады. Мен бір видеомда айтқан болатынмын, қайсы видео екені есімде жоқ. Магазинге арнайы список жасап барыңыз. Сіз мысалға киім алатын магазинге баратын болсаңыз, басынан бастап не айтатыныңызды орыс тілінде, жаңа қазақша, соны орысшаға аударып, ол жерде барлығы прям грамматика бойынша дұрыс болу міндетті емес. Өзіңіз аударыңыз интернетте. Оны сіз біреуден көшіріп алсаңыз, сізге ол есіңізде қалмайды ол сөздер. Міндетті түрде өзіңіз аударыңыз қазақшадан. Одан кейін сол сөздерді қайта-қайта оқыңыз, дайындалыңыз алдын ала, магазинге барып, тура сол дайындалған текст бойынша сұраңыз, не керек сізге. Сол кезде сіз орыс тілінде адамдармен сөйлесуге келген кездегі қорқыныштан арыласыз. Екінші, көшеде, мысалға бір нәрсе сұрағыңыз келсе, міндетті түрде жаныңызға өзіңіздің орыс тілін үйреніп жүрген, не болмаса сізден деңгейі сәл жоғарырақ, орыс тілін жақсырақ білетін досыңызды алыңыз да, көшеде кез келген адамнан бір адресті сұрасаңыз болады. Солай үйренесіз. Егер сіз жалғыз
өзіңіз бір нәрсе сұрауға ұялатын болсаңыз, міндетті түрде жаныңызға досыңызды ертіңіз. Үшінші менің айтайын деп отырған тәсілім бұл Инстаграмда не болмаса ТикТокта орыс тілінде комментарий жазып бастаңыздар. Ютубта да сіз орыс тіліне қатысты видеолар көретін болсаңыз, міндетті түрде комментарий жазыңыз орыс тілінде. Сонымен достар, бүгінгі менің берген кеңестерімнің барлығын қолданып көріңіздер, міндетті түрде көмегі болады. Мен оған сенем. Сіздерге де сенем. Пообещай, что ты поверишь. Я обещаю поверить. Хорошо. Одан кейін достар, жандарыңызда орыс тілін үйреніп жүрген достарыңыз болмаса, не болмаса сізден жақсырақ білетін достарыңыздан қысылатын болсаңыздар, жаңылтпаштарды жаттап немесе оқып, диктофонға жазып, Инстаграмға дайректке маған жіберсеңіздер болады. Мен оны еш жерге жарияламаймын, тек қана өзім тыңдап, сіздерге дұрыс вариантын айтып, қай жерде интонацияны дұрыстау керек, қай жерде қандай сөзді дұрыс айту керек деген сияқты міндетті түрде көмектесетін боламын. Бір кез келген кітаптан тексті оқыңыздар, міндетті түрде маған дайректке жіберіңіздер. Қай жерінен қандай қате, қалай дұрыстау керек, соны көмектесетін боламын. Сонымен достар, осы видеоның астына комментарий жазып, келесі қандай тақырыпта видео шыққанын қалайсыздар, міндетті түрде жазып қалдырыңыздар. Сіздерден лайк не болмаса дизлайк күтемін.